Сәлем достар, сіздермен бірге мен Казбизнес арнасы, бұл интернеттен ақша табу арналған канал. Достар, егер менің арнама тіркелмесек тіркеліп, осы видеоға лайк басуды ұмытпайық. Сонымен қатар видео деген вкладкада керемет схемалар бар, сонымен қатар жаңалықтарды біліп отырасыздар. Ал мен көп созбай осы видеомды бастайын. Алдында ғана, яғни 4 апта бұрын көрсеткен осы airdrop туралы бүгін толық алдында сіздерге көрсеткен airdrop арқылы бүгін толық көрсететін боламын. Яғни бұл жерде қалай жасаймыз? Міне қарайтын болсақ, бұл жерде метавар airdrop бот туралы көрсетілген. Енді бұл жерде каналына көреміз. Қарайтын болсақ, бұл жерде 1,029,000 подписчик бар екен. Яғни сонша адам бұл метаварға қатысқан деген сөз. Енді біз не істейміз? Unlock link деген батырманы басатын болсақ, бұл жерде осы сайтқа бізге тіркелу қажет болады. Бұны біз Trust Wallet-тен жасағандықтан Trust Wallet-тен кіріп көреміз. Оны ең алдымен скопировать ссылку деген батырма арқылы басамыз. Одан кейін Trust Wallet-ке кіреміз. Сіздерге қазір шығып көрсетейін. Осы метаварды қазір істеу үшін браузер деген батырманы басасыздар. Ставить деген ссылканы қоясыздар. Search деген батырманы басамыз. Одан кейін мына жерде Smart Chain BNB деген батырманы таңдаймыз. Сөйтіп осы сайтқа кіретін боламыз. Яғни бұл бір $20, яғни сайт, $20 жасайтын сайт, яғни қарапайым сайт. Басынан енді подозрительный сайт болған екенін білдім. Бірақ енді жақында блогерлер шығарып отқандықтан мен де шығара салайын дедім. Unlock метавар деген жерде, егер де сіз дұрыс десеңіз, міне баланстарыңыз жазылып тұрады. Енді бұл жерде Unlock токен болу үшін Enable деген батырманы басамыз. Қарайтын болсақ, бұл жерде сетевой сборға ақша төленеді. Яғни бұл уже скам проект деген сөз. Неге? Себебі бір нәрседен ақша шығару үшін еш нәрседе төлемеу қажет. Яғни бұл өзі беру қажет. Яғни күмәнді болып тұрғандықтан бұл уже скам проект деп аталады. Біз $275 үшін немесе $5 үшін $0.30 төлеу ол өте күмәнді нәрсе болып табылады. Қарайтын болса, YouTube-та да метавар Unlock деген батырманы жазайық. Міне 2 апта бұрын, 13 күн бұрын, 8 күн бұрын, 19 сағат бұрын яғни шығарып жатыр екен. Яғни бұл жақында ғана енді шығарып жатыр екен, яғни сетевой сбор төлеу арқылы. Бірақ мен кеңес бермеймін оған. Достар, сіздермен болғанмен Казбизнес арнасы. Бұл видео сіздерге өте полезно болды деп ойлаймын. Ал келесі кездескенше.